артық қылам деп тыртық қылып, біреуге садақа жіберем деп өзіңіз байқамай діни радикалды группаларды қаржы құйып жүрмеңіз. Ол, білесіз, заң алдында жауапкершілігі өте ауыр. Осы жақында бір жағдай болды. Бір қарындасымыз, бір әйел адам өзінің 3-ші сынып оқитын қызына тілдің курс сатып алады. Тілдің курсын 3500 теңгеге. Оны 3500 теңгені біреуге аударады. Әлгі әйел адам бұған жаңағыдай PDF вариантын жібереді. Сөйтіп, жаңағы курсты сатып алады. Түсінікті. 2-3 ай өткеннен кейін ол кісіні құзырлы органдар шақырады. Сіз 3500 теңге осындай бір ұйымға қаржы құйғансыз. Енді ол перепискасынан көрсетіп, әйтеуір дәлелдеп шықты, бірақ вдруг сіз жаңағындай Инстаграмға, ТикТокқа немесе ютубтан шыққан сборларға қазір көп қой. Сіздің жіберген қаржыңыз шын мұқтажға жетсе жақсы. Алаяққа жетсе мейлі. Ал діни радикалды экстремистік ұйымдарға түсіп кетсе, ол уже сіз үшін қауіп. Сол себептен артық қылам деп тыртық қылып қоймаңыз.